Естідіңдер ме? Еншу патша болыпты. Өте күлкілі жағдай ғой. Иә, мен Еншуды қате таныппын. Жаңылған екенмін. Еншудың патша атанғанына бола, сізді жаңылып деуге болмас. Оның арам ниетін байқамадыңыз ба? Жоқ. Қайта мен оның барып тұрған ақмақ екенін білмеппін. Ол менің ойлағанымнан да ақмақ. Осындай ақмақ адамды мен жаңылып, кемеңгер санап жүріппін. Ит құсты айдағыр мен самұрыққа балаған екенмін. Айтыңдаршы ғане, жаңылғаным рас па екен? Емсіз алдымен өзім патшатайтын Юаншау деп ойладыңыз. Бірақ Юаншудың патшатанарын кім ойлаған? Қағанатымыздағы бектер ішінде Юаншау мен Юаншудың күші менен мығым. Любияу мен Лүйбоу менен әлсіз. Күңсізден қатарлылардың бәрі сырты сұсты көрінгенмен қауқарсыз жандар. Ал Любей мен Сүнсіні ауызға алудың да қажеті жоқ. Еншау мен Еншудың тақтан дәмелекендерін баяғдақ білгем. Бірақ алдымен өзім патшатаған Еншау емес, Еншу болып шығарын ойламаппын. Мұнан Еншаудың Еншудан әлде қайда ақылды екенін білуге болады. Қалың қолмен талай қамалды билеп жатқан ол шынымен кемеңгер екен. Сонда айтыңдаршы, мен ызаланбай тұра алам ба? Ем, ашыланып та қуанып та тұрған шығарсыз. Пақырыңыз хан патшалығының ордасы Шишаңда деп қарайды. Сіз күллі әлемдегі ең беделді уәзірге айналдыңыз. Орда сыртында біреудің тақты тартып алып патша атанбақ болғаны, сіздің хан патшалық ордасының тірегі нағыз мұрагер екеніңізді айқындай түспей ме? Пақырыңыз патшаның атына жарлық түсіріп, бектердің бәрін жинап, опасыздың көзін жойғаныңыз жөн деп қарайды. Еншудың қол астында 300-400 мың жасақ бар. Сонда мені екі ұрап кетпей ме? Еншудың қалың қолы болғанымен, оның барлығы сайран сауыққа салынған сардарлар. Бір жолғы соққыдан қалмайды. Бұл бірі, енді бірі. Еншу өзім патшамын деп жар салған екен, қалған ұлықтар енді оған қырын қарайды. Әуелі кектеніп көмектесе қоймайды. Еншау да оған жәрдем бермейді. Оған шабуыл жасар болсаңыз, ешкім жолыңызды тоспайды. Үшінші, Еншу өзім патша атаған соң, ашсаңыз алақаныңызда, жұмсаңыз жұдырығыңызда жүрген патшаның беделі төмендейді. Өйткені патша қазір екеу болып кетті. Енді араласпайтын болсаңыз, 3-4 патшаларда жарқа шығуы мүмкін. Ол кезде, қазір сіз меңгеріп отырған патшаның не қажеті бар? Төртіншісі, бәріне маңызды. Егер сіз қолбастау опасыздың көзін жойсаңыз, патша туының мәртебесі артады. Әділет жолын ашқан боласыз да, күллі әлемдегі бектердің басшысы болып шыға келесіз. Бектер жарлыққа бойсынбаса, опасызды жақтағанмен бірдей болмақ. Ал бойсынса, сіздің мәртебеңізді мойындағаны. Бұл талай қамалды басып алғаннан артық емес пе? Дұрыс айтасың. Ендеше олар жарлыққа бойсына ма жоқ па? Бұған басқа тұрудың қажеті шамалы. Олардың барлығы жарлыққа бойсынады. Бірақ ешқайсысы қосын жібермейді. Өйткені оның бәрі өз басын күйттеп жүр емес пе? Жарлық. Шын үй опасыздық жазалау жарлығын жазып, жалпақ жұртқа жар етсін. Әміріңізге құлдық. Ендеше Гойя патша жарлығын жазып, Еншау, Любияу, Лүйбоу, Матың, Күңсінзандарға, яғни орда шен берген бектердің бәріне бірден табыс етсін. Олар дереу қолын бастап опасыздық жазалау жорғыма көмек қылатын болсын. Әміріңізге құлдық. Тағы да Саухан мен Шүйту 20 мың атойшы жасақты бастап, шайқасқа алдын ала аттана берсін. Ләппәй. Тағы да Сауран әмір қосынға, Шахудың шығауын қосынға қолбасшылық етсін. 180 мың жасақ жаппай жарлық күтсін. Құлдық. Ертең ордаға кіріп патшаға мәлім етемін. Онан соң Тәңірге сыйынып,
шайқасқа аттанамыз. Әміріңізге құлдық! Қадірлі уәзірім-ау, мен сені ел қорғаушы Тайсанғун етіп тағайындаймын. Билік тасын қолға алып, патша жарлығын атқарасың. Менің қылышым асынып, менің күймем отырып, жер жүзіндегі бек ұлықтарға әмір жүргізесің. Емнеден алаңдап келесіз? Әлде Юаншудың күші мұғын болып, жеңіліп қаламыз деп келесіз бе? Мен Юаншудан емес, Либудан алаңдап келемін. Либу, біз Юаншумен шайқасып жатқанда, арт жаққа шабуылдап жүреме деймін. Өйт алмайды. Бұған негізің бар ма? Оның орнында мен болсам сөйтер едім. Либусіз емес қой. Ол теңдесі жоқ батыр болғанымен, Зейнзердесі сізбен қайдан теңесісін? Бірақ оған Чыңгон жол көрсетеді емес пе? Дәл сол Чыңгон Либудың Юаншуға көмектесуіне жол бермейді. Себебі үйсе опасызды жақтап басына пәлетлегенмен бірдей болмай ма? Оның үстіне алдыңғы жолы Либу Юаншуға жасырын шабуыл жасағанда сіз оны ойсырата жеңдіңіз. Ол жаза басуға батынала ма? Бірақ біз бұл жолы қаланы ен тастап кетіп барамыз. Иен босқа күмәнданбаңыз. Либу Юаншудың ең қалғанын білмейді. Ол қанша қулыққа басса да, мұны ойлап жете алмайды. Ал Чыңгон білген күннің өзінде Либу Юаншуға шабуылдауға батпайды. Ол қазір қайта сізді Юаншуды жазалауды желеу етіп, орта жолдан орайдан пайдаланып, Шүйжуды басып алмақ па деп алаңдайды. Өте дұрыс айттың. Менің күдікшіл екенім рас. Жеңсем де жеңілсем де күдіктен арылмаймын. Дәл осы сәтте көңілімде тағы бір түйіншек тұр. Шешіп бере аласың ба? Ием, айтып көріңіз. Осы жолғы Юаншуды жазалау жорығында сөзсіз жеңіске жетуіміз керек. Өйткені жеңіліп қалсақ, бекіткеннің бәрі бізге аузын қисайтып күлетін болады. Олар сау-сау опасыздың көзін құртам деп жүргенде өзінің ойраны шығыпты дейді. Сонымен нағыз опасыз біз болып шыға келеміз. Олар аш қасқырдай тап беріп, тоз-тозымызды шығарады, жерімізді бөліп алады. Ал біз өлсек, көмусіз қаламыз. Әрине сөйтеді. Ендеше сен қайсы Юаншуды жеңіп аламыз деп ойлайсың? Бар күшті шоғырландырып, әрқандай бодау беруден тайынбай, Юаншудың астанасы Шучунға басып тұруымыз керек. Бұл менің дәл жорықтағы жобам. Солай. Пақырыңыз бұл әрі Юаншуды жеңудің бірден бір әдісі деп қарайды. Еменді күдіктен арылыңыз.
Рахмет. Енді қорқаңдар, абайлаңдар! Қосынға еріп жүрген дуанбасын шақырыңдар. Ием, Қалың қол аттанарда түсірген жарлығым есіңде ме? пақырыңыздың есінде. Енді шайт. Сіз әр дәрежелі сардарларға біз жарлық бойынша опасызды жазалау, халықтың басына төнген алапатты аластау үшін жорыққа аттандық. Дәл қазір бидайдың әбден пысқан кезі, атсызды таптауға мүлде болмайды. Егер қарсы келушілер болса, сол жерде бас алынады деп жарлық түсіргенсіз. Күймен мұнасызды таптап кетті. Маған қандай жаза берілу керек? Әкәу, бұл пақырыңыз сізге айыпта қалмайды. Өзім белгілеген әскери түзімге өзім қарсы шықсам, жұрт қалай көнсін? Қылышты әкеліңдер. Дәл қазір саған басымды кесіп түсір деп бұйырамын, әскери заңды атқарасың. Ием, пақырыңыз үйте алмайды, олай істей алмайды. Ием, жылнамада билікті жеңілдеген адам заңды атқармауына болады делінген. Жаныңыздан кеше көріңіз. Жылнама әбден былыққан екен. Сенен сұрап көрейін. Егер билік басындағы адам заңды атқармаса, оды заң жасаудың қажеті қанша? Тауып айттыңыз, ием. Бірақ мынаны ойлап көрдіңіз бе? Сіз жарлық бойынша опасыздың көзін құртуға кетіп барасыз. Егер көз жұмсаңыз, қалың қолға кім бас болмақ? Қалың халықтың басына төнген алапатты кім аластамақ? Бұл сөзіңнің жаны бар секілді. Опасызды жазалаудай ұлы міндет арқалап барамын. Қазір ше болса да жарымды қия көріңдер. Ием, келіңдер! Мен бүгін бас орнына шаш кесемін. Келер күнде қылмысымды еңбегіммен жуамын. Менің шашымды үш қосуға көрсетіңдер. Әміріңізге құлдық. Иеміз жарлыққа қарсы келді. Әсілі бас алыну керек еді. Бірақ ол сіздің опасызды жазалаудай ұлы міндет арқалағанын ескеріп, қазірше кешірім етілді. Еңбекпен қылмыс жуатын болды. Иемнің басы орнына шашы кесіліп, үш қосуға аралап көрсетілсін. Аға Саңғон, Жұмшы патша Юаншудың елшісі келіп тұр. Кірсін. Ләппәй. Пақырыңыз Шушын ордасының байланышы нөкері. Патша әмірі мен аға Саңғонға келіп тұрмын. Неменеге келдің? Пақырыңыз аға Саңғонға құтты болсын айту үшін арнаулы келіп тұр. Нені құттықтамақсың? Хан ием таққа отырып патша атанған соң, ханзада патша мұрагері болады деп бекіткен. Сіздің бой жеткен қызыңыз бар екенін естіп, қалың малын беріп құдалық сөйлесуге мені жіберіп отыр. Қызыңызды ханзадамен екелендірмек. Екі әулет мәңгі татулық орнатып, келел іске аттанса дейді. Қалың малың тізімдігін әкел көрейін.
хан ием 100 жылдан соң ханзада патша мұрагері болады. Ал сіздің қызыңыз патшайым атанып, күллі әлемді алақанына ұстайды деді. Жарайды, қызымды Юан әулетінің ханзадасына беруге мақұлмын. Құтты болсын, аға Саңғұн. Тоқтаңдар. Апырау Күңтай мырза, жолымызды неге тостыңыз? Күймедегі аға Саңғұнның қызы болар. Солай. Бірақ ол енді Жунши патшаның келін атанып кетті. Былжырапсың. Мұндай үлкен істі жеңішінде бітіре салмақсың ғой. Онда жол көрсетіңіз. Қалың мал беріп қыз алудың баяғыдан келе жатқан салты бар. Ханзадамен некеленсе 1 жылдан кейін, бекке ұзатылса 6 жылдан кейін, емге 1 маусым, қарашаға 1 айдан кейін қызды апарады. Жунши патша қалың малын бере салып қызды алып кетпек бекен. Аға Саңғұнның қызы Қарашаның қызынан да құнсыз болғаны ма? Қан ием, аласапыран заманда әр қандай әдіс қылуға болар. Некісі тұрақтанған екен, қанша тез бітірген сонша жақсы. Игіс кешіксе қалай қыларын кім білсін деген. Жоқ, Еншу таққа отырады. Оның үстіне Шығыс Орда ханзадасына құдалық сөйлесіп отырғандықтан салт дәстүрге құрмет етіп, қалың халыққа жәрі еткені жөн. Жунши патша қайта бар. 1 жылдан кейін Шучун ордасынан адам келіп келіндерін алып қайтсын. Бұйрығыма құлақ сал. Күйме қамалға қайтсын. Құлдық! Қамалға қайтыңдар! Кеткеніме бірнеше күн болмай жатып, сонша үлкен қателік өткізгенің не? Сонда сен Еншумен құда болғанда қайдан таптың? Ол патшалық құрбағызым атанды. Қызым ханзадамен некелесе несі жаман? Еншудай тірегіміз болса, Шижуға кім ауыз салсын? Еншу опасыздықпен патша болғандықтан ғана арамыз ашық болу керек. Сен опасызбен құда болмақшысың ба? Онымен қоса жерленгің келіп бара ма? Білесің бе? Сау-сау опасыздарды жазалау жарлығын түсіріп, бектерді Еншудың көзін құртуға шақырды. Оның үстіне өзі қалың қолды бастап жорыққа аттанып үлгірді. 10 күннің ішінде бір сұрапыл шайқас болар хақ. Дәл осы кезде Еншудың құдалық сөйлесе қалуы сені өзінің соғыс арбасына таңып қою үшін емес пе? Енді қайтуымыз керек. Мен Еншуға уәде беріп қойдым ғой. Сен Еншуға уәде бергеніңмен, мен оның елшісін айттым. Ханзаданың келіншек алу салты бойынша қызымызды 1 жылдан кейін беретін болдық. Еншудың тақта қанша отыратын байқап көрейік. Тақта мызғымаса, қызымызды береміз. Ал құлақ балса, онда кесірі бізге тимейді. Жарайды. Мақұл. Функционау. Бұдан кейін әр қандай істі менімен ақылдасып, бір жейлетерсің. Бола ма? Ұқтым. Да! Аға Саңғұн, патшаның жарлығы келді. Мәрхабат. Ләппәй. Юаншу патшаға қарсы келіп, сатқынға айналды. Мен сау-сауды ел қорғаушы Тайсанғұн етіп тағайындадым. Ол бек Төрөбіткенге басшы болып, жорық жасап, Юаншуды жазалайды. Ал Нүйбуды Шижудың Дуанбек етіп тағайындаймын. Ол дереу қолын бастап, шайқасқа аттансын. Патша ағзам қайта барыңыз. Аға Саңғұн жарлықты қабылдады. Мырзам. Патша ордасы ақыры Шижуды маған берген болды. Оны саған патша ордасы емес. Сау-сау берді.
Саусаудың шүйжуді сенің елігіңе берудегі мақсаты, Еншудың сенімен құда болу мақсатымен бірдей. Ол да сені соғыс арбасына таңбақшы. Солай ақ болсын. Ал сонда мен жарлықты қабылдайын, бәлде шайқасқа аттанам ба? Жарлықты әрине қабылдайсың, бірақ қол бастап шайқасқа аттанбайсың. Біз Саусау мен Еншудың шайқасын сырттай тамашалаймыз. Оқтым. Ие, мені неге шақырдыңыз? Шынйи. Осы ара біздің жарлық түсіріп, опасызды жазалау жорық үшін бектер жинайтын жеріміз бе? Дәл солай. 5 күн болды. Жарлық алған бектердің біреуі де келген жоқ. Ие, осылай боларын баяғыда-ақ біліп едіңіз. Әрине. Десе де мен бек мәртебесі жоқ біреудің қолындағы неше мың ғана жасағын бастап, көмекке келерін ойламаппын. Кім? Лю Бей. Бұл адам есімнен көтеріліп кетіп дау. Лю Бей патша өлетінің ұрпағы, ер жүрек батыр жан. Оның опасыздарды өлерде жек көретіні шүбәсіз. Сенен жасырарым жоқ. Мен оны келер деп ойламаппын. Қайтерімді білмей қиналдым. Лю Бейді пайдаланғаным жөн бе? Әлде оның көзін құртуым керек бе? Сенен осын сұрайынша. Көзін құрту керек. Неге? Лю Бей батыр, ұлы мұрат ұстанған адам. Ем оның көзін жойып, келер қауіптің алдын алыңыз. Ұқтым. Бара бер. Көжені шақыр. Ләппей. Аға, біз опасызды жазалаймыз деп 500 шақырып жол басып келсек, Саусау деген сұмарайдың маңға сынғаны несі? Бізге көрсеткен сый осы ма? Біз кетейік. Інім, тырп етпе. Саусау ел қорғаушы Тайсан ғой. Оның үстіне ол екеуміз араздасып қалғанбыз. Қалайда оған ойланатын мұрсат беруім керек. Ие, мені неге шақырдыңыз? Әлгінде Шынйи маған Лю Бейді өлтіріп келер қауіптен сақтаныңыз дейді. Сен қалай? Ие, менше бұл жарамас. Сіз қалың қолды бастап, опасызды жазалау жорығына аттандыңыз. Мәртебеңізді жұрт біліп отыр. Лю Бейдің де беделі бар. Оның үстіне ырықтылық танытып, жарлық бойынша көмекке келіп отыр. Егер сіз оның көзін құрсаңыз, Дәнішпен батыр біткен кідірік балып, олар сіз үшін еңбек етпейтін болады. Бейсеңіз бір адамның жанын алғаныңызбен бар адамның сенімінен жұрдай боласыз. Мейші болғанда бұлай істеуге мүлде болмайды. Ұқтым. Бара бер. Шынйиді шақыр. Ләппәй. Пақырыңыздан сәлем. Шынйи. Әлгінде Көжа маған Лю Бейді өлтірмегенің жөн деді. Ал Шынйи өлтіруің керек деді. Сен қалай? Лю Бей бұл заманның батыры, әрі болашақта сізге қауіп төндіруі мүмкін. Менше оны алдымен пайдалана тұрып, кейін көзін құртып, сақтанғаныңыз жөн болар ма екен? Иә, жарайды. Ұқтым.
Bana ver. Ием sizge ne dedi? Sizden ne soradı? Алдымен сіз айтыңыз. Siz aytыңız. Екеуің иемнің сұрағына қалай жауап бердіңдер? Мен иеме Любиді өлтіру керек дедім. Men Lübi'de alıp balıp пайдалану керек dedim. Ал мен иеме оны пайдаланып, онан соң көзін құртқан жөн дедім. Ол кісі тым күдікшіл жан. Біз оған 3 түрлі талғам көрсеттік. Енді қалғанын өзі шеши жатар. Шәнді бауырмау, сені 4 көзбен күттім. Пақырыңыздан өзіңізге сәлем. Көрдің бе, Еншу опасыз болып шықты. Патша ағзам жарлық түсіріп, бектерге қол бастап, опасыздың көзін құртсын деп еді. Бірақ олар шайқасты сырттай тамашалап, менің қызығымды көргісі келді. Тек сен ғана қолыңды бастап келіп тұрсың. Патша әулетінің ұрпағы болғаның бекер емес екен. Нағыз адал, ержүрек жан екенсің. Қолым аз болғанмен атой салып, шоучун қамалын бұзып, Яншу деген опасыздың көзін құртуға дайынмын. Жарайсың. Жеңіске жеткен соң, мен дереу патша ағзамға хабар айтып, сені үй жуудың дуанбасылығына тағайындаймын. Жүрейік. Ием, аға Сангун Жилиң Шаури жауға төтеп бере алмапты. Гуайин мен Жаңфи олардың басын алыпты. Қазір сау-саудың қолы Чүйжон қамалын түгелдей қоршап қалды. Оңтүстік қақпаға шұғыл жәрдем керек. Батыс қақпаны қорғап тұрған сардарларда қан кешіп шайқасуда. Олар көмекші қосынға зәру. Болыңдар, кез. Менен бұйрық. Жаңшы мен Янфың жолбар сайбарлық осынды бастап шайқасқа аттансын. Лейбу қоршауды бұзып өтіп, Хойхының оңтүстігіндегі қалашықтардан саңғындарды көмекке шақырсын. Дәт тақсыр, сау-сау қолының күші мығым. Олар шайқасқа шығуда. Ал біз оның қазған орына түсіп кетпейік. Қайта қамалды құрсаулап, қорғана жатып, көмек күтпейміз бе? Дұрыс. Сау-сау ұзақ жол басып келді. Астық пен жемшептен тарыққан соң шаучынды басып алуға асығады. Біз енді 30 күн шыдасақ, сау-саудың астығы тақы таусылады. Сол кезде онымен шешуші шайқасқа түссек, сөзсіз жеңеміз. Алдияр кемеңгерсіз. Ием, қалың қол жорыққа аттанғалы 23 күн болды. Астығымыз таусылайын деді. Енді қанша күнге жеткізе аласың? Ұзағанды 3 күнге жетеді. Болмайды. Қайтсең де 10 күнге жеткізуің керек. Астық сол кезде келеді. 3 күндік астықты 10 күнге қалай жеткізбекпін? Тамақты аз-аздан бөліп бер. Бұл жасақтардың қарны тоймай бүлік шығарса қайтеміз. Менің өз ойлағаным бар. Айтқаным бойынша істе. Әміріңізге қолдық. Yok balama.
Ием, жақыннан бері жасақтар өтпелеп, босаңси бастады. Ием, не жұмыспен іздедіңіз? Егер берер болсаң, сенен бір нәрсе сұрап алып, жасақтардың көңілін орнықтырайын демекшімін. Ием, не сұрайын деп едіңіз? Сенің басыңды. Бірақ сенің басыңды сұрап алғаным мен оны қайтара алмаймын ғой. Ием, менде күнә жоқ қой, ием. Хай. Күнәсіз екеніңді білем. Алайда сені өлтірмесем, әскери өзгеріс туылуы мүмкін. Алаңдама, сен көз жұмған соң, атанаңды өз атанамдай көремін. Әуелі өз атанамнан да артық қамқорлық жасаймын. Олың менің балам болады. Оларға да өз баламнан артық мейір бағыштаймын. Оның үстіне, олың сенің қасында ер жеткеннен гөрі, менің қасымда ер жетсе, бағыз жанбай ма? Солай шығар? Ием, жанымды қия көріңіз, ием. Келіңдер. Бармыз. Қалың қолдың көзінше мұнан басын алыңдар. Ием, қасықтай қанымды қия көріңіз, ием, жанымды қия көріңіз. Бауырластар, көрген шығарсыңдар. Қамбашы дуанбасы жасақтардың астығын қырғандықтан жұрт көзінше басы алынып отыр. Ием бұйрық берді. Қалған астық, ет шараптың бәрін алып шығып, ішіп жеп тойып алған соң жанымызды салып, қамалға шабуыл жасаймыз. 3 күнде шоуженді басып ала алмасақ, мына менен бастап, бәріміздің көретін күніміз міне осы. Kamaldı basmalayın! Kamaldı koldan çıkarmak istem olmaydı. Yumruğa karşı geldenin batı olmadı. Sangut!
Шөнді қарағым, Юаншудың көп жасағы шағынға ұшырады. 300 мың жасақтан 30 мыңға жетпейтін адам қалды. Қазір ол Хуайхының оңтүстігіне қарай қашып барады екен. Ол атты қамшылай қамалдан қашып шыққанда қан құсып кетті деп естідім. Жаны қыл үстінде қалған секілді. Осы жолғы шайқаста сіз ересен еңбек көрсеттіңіз. Даңқыңыз жер жаһанға әйгілі болды. Мен сізді құттықтаймын. Сендер көмек қылмасаңдар, ұлы жеңіске қалай қол жеткізейін? Жөнді, кетпей-ақ қой. Осында қал. Екеуміз біріксек, келеліс тындырарымызда дау жоқ. Емнің шапағатына көп рахмет. Қол астындағылардың бала шағасы түгел шүйжуда. Олар әптен сарылды ғой. Онан да менің Сяопейге қайтуыма рұқсат етіңіз. Шөнді деген кесек мұратты жан, менен кем түспейді деп естіп жүретінмін. Ал бүгін соған көзім жетті. Асыра мақтадыңыз. Сіздің қалың қолыңыз бар, күшіңіз мағым. Кемеңгерде батыр адамға бір адам көптік етпейді, аздықта қалмайды. Ем, берген уәдеңізде тұрып, қайтуым рұқсат етіңіз. Шижу әсілі сенікі емес пе еді? Ал Либу оны тартып алып отыр. Ол екеуің көрер көзге ағайындардай жылы жүз танытқандарыңмен іс жүзінде көмескеде тіресіп жүресіңдер ғой. Дұрыс айттым ба жоқ па? Өте дұрыс айттыңыз. Мен шынымды айтсам, Либу екеуіміздің бір-бірімізден сақтанатынымыз да, пана тұтатынымыз да шын. Иә, сен ашығын айтатын жан екенсің. Бұл шын болса, Сяопейге қайтуының қажеті қанша? Либудың алаяқ, жауыз екені жадыңда болсын. Сендей жанашыр жанның оның қасында тұрғаны, қасқырдың апанында тұрған мен бірдей емес пе? Бетім айтты деп айыпқа бұйырмаңыз. Либу қасқыр болса, сіз нағыз жолбарыс емессіз бе? Қасқырдың апанында тұрғаным жолбарыспен астасқаннан қауіпсіздеу болар. Жарайды екенсің. Ендеше сені осында қал деп қысамайын. Дегенмен ысқырып атқан киіктің обалы жоқ. Шижуға күндердің бірінде қол бастап барарым даусыз. Солай ма? Таутянның әкемді өлтірген кегін әл алғам жоқ. Ол болған соң опа қылуым керек қой. Әке кегін о дүниеге арқылап кете алмаймын. Саутыр, Таутян өлгелі қашан. Оны сонда да кешірмейсіз бе? Таутян өлгенімен олы өлген жоқ. Оның ұрпағын ойрандап, қабырын қазып, сүйегінен кегімді алам. Ендеше сіз әке кегін сылтау етіп, Шижуға шабуылдамақсыз ба? Солай болсашы. Айыпқа бұйырмағайсыз. Сіз қол бастап барғанда, мен Либумен бірігіп, шыбын жаным шыққанша сізбен қарсыласамын. Ем, қазірше мені өлтіру ойыңыз жоқ болса, қайтуға рұқсат етіңіз. Ем, оны өстіп жібере саламыз ба? Леубей жаңа ғана ерен еңбек сіңірді. Оны өлтірсек ақмақтық болар. Оның үстіне, оны өз қолыммен өлтіруім шарт емес. Либудан пайдалансам ба деймін. Бұйрығымды жеткіз. Шижуға қайтамыз. Ем, біз неге Шижуға шабуыл жасамаймыз? Осы жолғы шайқаста 20 мыңнан астам жасақпен атымыз шығын ұшырады. Астық пен жем-шөпті толықтауымыз керек. Енді шайқаспайық. Оның үстіне Шижу жақта Козянның өз орналастыруы бар. Біз тек Шижуда былық-балық туылуын күтсек болғаны. Ләппай,